Мантыны түйіп отыруға ерінетін қыздар дәл осылай индийский манты жасап көріңіздер. Жаппасай деп те аталады екен. Алдымен қызып тұрған майға етімізді салып жақсылап қуырамыз. Оның үстіне пияз саламыз, жақсылап араластырып, ұсақтап туралған сәбізді салып, дәмдеуіштерін қосамыз, және де қызанақ болгар бұрыштарын салып, жақсылап араластырып, газдың баяу отында 15-20 минут көлемінде жақсылап қуырамыз. Қуырып болғаннан соң үстіне салқын су құйып, етіміз толықтай піскенше газдың баяу отында қалдырамыз. Келесі кезекте қамырын жайып, кесіп дайындаймыз. Бізге бір суала қамыр қажет. Қамырдың рецебін осы видеоның астына жазып қалдырамын. Қамырды қолмен жайып отырмай, осы Zip брендінің қамыр жаятын құрылғысының көмегімен жаятын боламын. Бұл жерде 3 түрлі насадка бар. Осындай қамыр жаятын насадкасы және де лапша кесуге арналған 2 түрлі насадка бірге жүреді. Қамыр жаюға қиналатын қыздарға ең керекті дүние екен. Ал енді етіміз піскеннен соң оның үстіне ұсақтап туралған картошкамызды салып жақсылап араластырып, қақпағын жауып 10 минутқа қалдырамыз. Жаңағы дайындап қойған қамырымызды төртбұрыштап кесіп, міндетті түрде бетіне сұйық май жағыңыздар. Сол кезде бір-біріне жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Қазанымызға барлық қамырды жайғастырып, қақпағын жауып, 20 минут көлемінде баяу отта пісіреміз. Осымен біздің индийский мантымыз дайын. Көп жерлерде жаппасай деп те аталады екен. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Өте тойымды тағамдардың бірі. Ас болсын.